Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тары чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қолжетімді табиғи заттармен жасалынатын болғандықтан өте әдемі және де нәзік, өзіне деген ерекше дәм бар чизкейктің түрі бұл. Чизкейкті жасау үшін ең алдымен таза жуылған тарының бетіне қайнап тұрған ыстық сүтті құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. 10-15 минутта жақсы болып қалады. Осылай жауып бір шетке қойып қоямыз. Чизкейктің коржын тек қана талқанмен жасауға болады, немесе 200 грамм талқан, 100 грамм печенье, үгітілген печеньені осылай қосуға болады. Егер де печенье араластыратын болсаңыздар, осылай бірінші араластырып аламыз. Одан кейін барып бетіне қантымызды саламыз. Бір араластырып аламыз осыны. Осы ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін бір шетке қоя тұрамыз. Ыстық сары майға бетіне бал қосып жібердім. Бұл міндетті емес, егер де бал болмайтын болса, мен тек қана жентіміз жақсы бір-біріне біріксін деп қана қостым. Егер де балыңыз қатты болса, кішкене жұмсарғанша осылай кішкене араластырып аламыз. Жаңағы құрғақ ингредиенттерімізге осы сары май мен балды бірге құямыз. Қол салмай қойсаңыздар да болады. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Форманың бетіне бірденнен талқанды салып, формасын келтіріп қоямыз. Қасықтың көмегімен немесе қолдарыңызбен осылай шет-шетін барлығына жайып шығамыз, және де бортиктарына да жақсылап жаятын боламыз. Осылай жайып болғаннан кейін тоңазытқышқа 15-20 минутқа кішкене қатқанша қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде дүкеннің қаймағы 20%. Міндетті түрде салқын болып тұрған дұрыс. Және де 2 жұмыртқа, қант немесе қант ұнтағы, және де крахмалымыз саламыз. Картопты немесе жүгері крахмал болады. Осылай венчиктің көмегімен кішкене араластырып аламыз. Көп араластырмаймыз. Сәл ғана біріксе жеткілікті. Осы массаның бетіне бұқтырылып тұрған тарын саламыз. Тарының егерде сүті әлі де болатын болса, оны кішкене алып тастаңыздар. Марлиннің көмегімен немесе ситаның көмегімен жақсылап сүзгілеп алыңыздар. Барлық жеріне араласқанша кішкене ғана осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40 минуттай, 35 минуттай пісіріп аламыз. Менде 180 градуста 35 минутта пісіп шықты. Енді осы массаны формамызға құямыз. Бірденен қызып тұрған пешке сала беріңіздер. Міне чизкейкіміз пісіп шықты. Толықтай 2 сағаттай суытқаннан кейін барып кесіңіздер. Менде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Егер де мен видеом ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Міне өте әдемі болып шыққан, жеңіл, тез дайындалатын рецепттің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, астына пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болғандықтан кез келген мерекелік кештерге дастарханға жасауға болады. Егер де осы рецептпен жасайтын болсаңыз, менің инстаграм парақшамда мені белгілеуді ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.